Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум құрметті достар. Бүгін біз автосондағы жаңа тесттер талдайтын боламыз. Бұл біздің 72-ші видеомыз тест талдау бойынша. Осының алдында біз 71 видеоны YouTube арнаға салып қойған болатынбыз. Егер де көрмегендеріңіз болса, міндетті түрде қарап шығыңыздар. Құрметті достар, бізде көптен бері видеолар шықпай кетті YouTube арнаға. Ол жаз басталғалы қол босамай жатыр. Көбісіңізде болып жатқан шығар ондай жағдай. Сондықтан біз бүгін қайта оралдық, 72-ші видеомызды бастаймыз. Ал ендеше кеттік. Осы жол белгісі нені білдіреді? Бұл бізде алғашқы медициналық жәрдем көрсету орны. С варианты бізде дұрыс. Келесі сұраққа өтеміз. Жаңа сұрақтар шықты ма екен? Уже кірмегелі көп болды. Бізде қашаннан бері YouTube-ға видео салмады. Примерно бір айдай болып қалған шығар. Тіпті 2 ай. 2 ай емес, бір айдай болып қалды. Берілген таңба дейді. Бұл бізде шекараларын белгілейді. Қиылыстың шегінде жүру жолақтарының шекараларын. Келесі 3. Көк автомобильдің маневрі бұзушылық болып табылады ма дейді. Әрине жоқ, ол үзік-үзік сызықтан өтіп жатыр. Ешқандай бізде тыйым салып тұрған жоқ, және оған бұрылуға. Болып табылмайды. Қате жауап. Болып табыладыны басып жіберіппін ғой. Ештеңе етпес. Егер де сұрақтардан қателесіп жатсам, айып етпеңіздер, көп болды кірмегелі. Осы жол белгісі қалай аталады? Бұл бізде тұрақ орны, жоқ, демалуға арналған орын. Уже ұмыта бастайды екенсің, көп кірмесең. Жеңіл автомобилі жүргізушісі бағдаршамның жасыл сигналы қосылған кезде маневрді аяқтап жатқан шағын автобусқа жол беруге тиіс пе? Жол береді, осында кері айналып жатқан жағдайда жол береді. При включении разрешающего сигнала светофора водитель уступает дорогу транспортным средствам, завершающим движение через перекресток, и пешеходам, не закончившим переход проезжей части дороги данного направления. Өте дұрыс. Келесі сұраққа өтеміз. 6. Автомобильді басқару кезінде тайғақ жолда газ басқышын күрт басу неге әкеп соқтыру мүмкін? Газ басқышын күрт басу неге әкеп соқтыру мүмкін? Жетекші дөңгелектерінің сырғанауына және автомобильдің ауытқуына. Келесі. 7. Жеңіл автокөлікке көрсетілген жерде тоқтап тұруға рұқсат етіледі ме? Етіледі ме? Бұдан өтіп барып тоқтаса рұқсат етіледі. Оның дәл алдына тоқтаса тыйым салынады. Келесі 8. 40 км сағаттан жылдамдықпен жүретін трактор жүргізушісі қиылыста қандай бағыттарда жүре алады? Бұл жағдайда трактор жүргізушісі сол жақ жолаққа шықты. Ол тура бағытта жүре алмайды, қалған бағыттарға болады. Тура жүре алмайды тек. Бұл жерде солға немесе кері бұрылуға. Әне, көрдіңіздер ме? Трактор жүргізушісінің жылдамдығы 40 км сағаттан аз. Ол сол жақ жолақпен жүре алмайды. Ана аяққа бұрылды ғой солға. Бұрылғанның өзінде оң жақ жолаққа бұрылды, солға емес. Оң жақ жолына. Келесі 9. Қызыл автокөлік жүргізушісі қиылыстан өтер кезде кімге жол береді? Кімге? Тек трамвайға, Тек трамвайға береді. Трамвайдың басымдығы бар бұл жағдайда. 10. Жүру жылдамдығын арттырумен жүргізушінің көрушегі. Жүру жылдамдығын арттырумен жүргізушінің көрушегі тарылады, екен қат жүреді ол. Жылдамдық артқан сайын көрушіге тарылады бізде. Осы белгінің әрекет ету аймағында аталған жүргізушілердің қайсысына жолаушыларды отырғызуға немесе түсіруге рұқсат етілген? Так. Негізі таксометр қосылу такси жүргізушілеріне болады. Екеуіне де тыйым салынады. Ладно, екеуіне де тыйым салынады. 12. Автомагистралдарда
велосипедтер мен мопедтерге жүруге рұқсат етілген бе? Автомагистралда болмайды, оны білетін шығарсыздар. Менің видеоларымның барлығын қарап шыққан адамдар біледі бұл сұрақтың жауабын. 13. Көлік құралдарын жүру бөлігінде екі қатарға қоюға рұқсат етіледі ме? Мынау жаңа сұрақ, құрметті достар. Дұрыстап оқып алайын. Көлік құралдарын жүру бөлігінде екі қатарға қоюға рұқсат етіледі. Велосипедтер мен мопедтерге ғана рұқсат етіледі. Велосипедтерге, мопедтерге және шеткі тіркемесіз мотоциклдарға ғана рұқсат етіледі. Барлық көлік құралдарына тыйым салынады. С вариантын белгіледім. Бұл сұрақтың жауабын білмедім өйткені. Давайте скрин жасап алайық. Барлығымыз бұл сұрақты жаңа сұрақ келесіде ескереміз. Бұл жағдайда жеңіл автокөлік жүргізушісіне басып озуға рұқсат етіледі ме? Рұқсат етіледі. Бұл жерде былай. Мына қызыл түс бар емес пе? Қызыл түсті және қоршаулы, сыртын барлығы. Қызыл түспен іші аппақ, қап-қара, қою сызықпен берілген, бұл басты жол. Ал екі жағында қосылып тұрған үзік-үзік сызық бар ғой, ол жол беретіндер. Мына екі автомобиль қай жолда келе жатыр? Әрине басты жолда келе жатыр. Сондықтан бұлар бір-бірін басып озуына болады. Бұл жағдайда жүргізуші тоқтаусыздың алдында тоқтайды және бағдаршамның рұқсат беруші сигналын күтіп өтпеден жүріп өтеді. Әрине В вариант таңдаймыз. 16. Қан кету қандай болуы мүмкін? Түрлері дейді. Бізде ашық жабық бар, капиллярлы, венозды, артериал. Барлық аталғандар елді мекенде осы белгі қолданылатын аймақта дыбыстық сигналды қолдануға рұқсат етіледі ме? Елді мекенде осы белгі қолданылатын аймақта дыбыстық сигнал. Жол көлік оқиғасын болдырмау үшін қажет болған жағдайларда ғана, Иә, В варианты бізде дұрыс. 18. Ақ автокөлік жүргізушісіне көрсетілген жерде жолаушыларды отырғызуға рұқсат етіледі ме? Рұқсат етіледі. Рұқсат етіледі. Осы жол белгісі не туралы ескертеді? Бұл бізде қиыршық тастың шашырауы. 20. Автокөлік жүргізушісі қиылыстан өтеді. Екінші болып. Трамвайдың басымдығы бар. Мінеке, объяснениен қосам. На перекрестке равнозначных дорог водитель безрельсового транспортного средства уступает дорогу транспортным средствам, приближающимся справа. Этим же правилом руководствуются между собой водители трамваев. На таких перекрестках трамвай имеет преимущество перед безрельсовым транспортным средством, независимо от направления его движения. Мына робот мырзаның дауысы маған дұрыс естілмей жатыр, жай естіліп жатыр. Бәлкім сіздерге жақсы естілетін шығар. В общем, түсініңіздер ғой, маңызы бірдей жолдардың қиылысында рельссіз көлік құралдарының жүргізушілері оң жақтан жақындап қалған көлік құралдарына жол береді, басымдығы бар сондықтан. Қия беткейде жүру кезінде сізге егер сіздің автомобиліңіз дөңгелектері жолмен ілінісуі жоғалтуды сезсеңіз, жүру жылдамдығын арттыру қажет дейді. Меңгерік дөңгелегімен күрт бұрылуды болдырмай, жүру жылдамдығын азайту қажет. Жүру кезінде шиналарды жолмен ілінісуін жақсарту үшін меңгерік дөңгелегін біресе оңға біресе солға жиі бұру қажет дейді. Меніңше В варианты дұрыс сияқты. Екеуі біреуі жылдамдығы арттыр дейді, біреуі наққа бұр дейді, түсінбедім. Әйтеуір В варианты маған бір сауатты түрде жауапты берді. Сондықтан келесі сұраққа өтеміз, сол рас болса. 22. Жеңіл автомобиль жүргізушісі жүрісін қандай бағыттарда жалғастыра алады? Жеңіл автомобилдің жолына қарасаңыз, тек оңға ғана жүре алады, басқа енді вариант жоқ еді. Оңға. Келесі сұрақ. 23. Жүргізуші жүру бөлігін жаяу жүргіншілер өткелімен өтіп жатқан жаяу жүргіншіге жол беруге тиіс пе? Әрине, я. Жол береді өткені. Келесі. 24. Қызметтік тапсырманы орындау кезінде жанып тұрған қызғылт сары немесе сары жарқылдау маяғы жанып тұрған
Автокөлік жүргізушісі жол таңбаларының талабынан шегінуі мүмкін бе? Мүмкін. Мынау өйткені банкке неге ақша апаратын машина ғой. Кез келген жағдай болып қалады. 25. Берілген белгілердің қайсысы кері бұрылуға тыйым салмайды? Кері бұрылуға қайсы бізде тыйым салмайды? Бірінші белгі салады, 2 салады, 3 5 салады, 4 салады, 3 пен 6 салмайтын. Жауап дұрыс. Келесі сұраққа өтеміз. 26. Қандай жол белгілері объектіге дейінгі қашықтықты көрсетеді? Объектіге. Қай жауап бізде дұрыс? 1 мен 2 или 3 пен 4? 3 пен 4 келмейді ол. 1 мен 2-ні көрейік. Жауап дұрыс бізде. 1 мен 2. Аталған жол белгілерінің ішінен объектіге дейінгі қашықтық көрсететін белгілері 1 мен 2. Қазақстан Республикасының жол басқармасы. 27. Осы жол белгісі не туралы хабарландырады? Бұл бізде автокөліктердің жұп сандары күндері тоқтап тұруға тыйым салады. 2 сызық болса жұп, 1 сызық болса ол бізде тақ. 28. Бүйрік тіркемесі жоқ мотоциклді сөретуге болады ма? Бүйрік тіркемесі болмаса тыйым салынған. 29. Тығыз көлік ағынында қозғалған кезде жүргізуші қандай арақашықтықты сақтауға тиіс? Қақтығыс болдырмайтындай арақашықтық сақтау қажет. Көлік құралын басқару кезінде тіке жүруге тыйым салынады. Бұл жерде бізде барлық аталған көлік құралдарына. Механикалық көлік құралдарының қозғалысына тыйым салынады белгісі ғой жаңағы. 31. Жүргізушіге реверсивтік қозғалыстың жолағына шығуға рұқсат етілген бе? Әрине, жасыл жанып тұр мына жерде. Сондықтан рұқсат етіледі. 30-ға келдік пе, не болып кетті? 32 дегеніміз ғой. Мұндай маневр көлік құралдарының жүргізушілеріне рұқсат етілген бе? Әрине, тыйым салынады. Мынандай бізде жаяу жүргінші өткелдеріне кері бұрылуға тыйым салынады, құрметті достар. 33. Таптауырмен жүру басқару қауіпсіздігіне әсер етеді ме? Таптауырмен жүру басқару теріс әсері бар, теріс әсер етеді. 34. Көрсетілген жерде жолаушыны отырғызу үшін жеңіл автокөлік жүргізушісіне аялдауға рұқсат етілген бе? Тыйым салынады, бұл өйткені бағдарлы көлік құралдарының аялдамасы, оған басқа көліктерге болмайды тұруға. Оқу белгісімен белгіленген жолдарда оқу жүрісіне рұқсат етіледі ме дейді? Оқу жүрісіне. Бұл бізде автомобильдерге арналған жол белгісі, бұл белгі бізде көбінесе автомагистралдарда орнатылады. Сондықтан тыйым салынады автомагистрал болғасын. Автомагистралда жылдамдықты білесіз қой, қалай жүретін ол жақта. Көбісі білмей жатады автомагистрал не екенін, қайда орналасатынын, Қазақстанда бар ма, жоқ па деген сұрақтар көп. Төмендегілердің қайсысы озып шығу терминіне сәйкес келеді? Озып шығу, ол басып озу емес, озып шығу. Көлік құралының қарсы келе жатқан көліктің жылдамдығынан жылдамдықпен жүру өтпелі жолаққа шығумен байланысты қозғалмайтын көліктің айналма жолы. Көлік құралдарының бір бағытта көрші жолақпен жүріп келе жатқан көлік құралдарының жүріс жылдамдығынан жоғары жылдамдықпен жүру дейді. Көрші жолақпен жүріп келе жатқан. С варианты маған сауатты түрде жауапты берді. Жауап дұрыс, келесі сұраққа өтеміз. 37. Егер жүргізуші қозғалыс кері бұрылу немесе аялдау алдында белгі бермесе, мына мөлшерде айыппұл салуға кеп соғады. 5 аек. 38. Осы жағдайдағы автокөлік жүргізушісіне елді мекенде жолаушыны отырғызуды жүзеге асыруға рұқсат етіледі ме? Рұқсат етіледі. Осындай сұрақтар келсін сіздерге автосында. Оңай сұрақтар, кәдімгідей. Оңай сұрақтар келсін, бірінші попыткадан өтіп кетіңіздер, қайта автосонға бара бермеңіздер. Тек сәттілік тілеймін. 39. Жеңіл автокөлікке қандай бағыттарда қозғалысын жалғастыруға рұқсат дейді?
тура солға және кері бұрыла алады бұл көлік. Д варианты бізде дұрыс. 40-қа келдік. Көлік құралдары қиылыстан қандай реттілікпен өтеді? Қандай реттілікпен? Қарап отырсаңыздар, бұл жерде бізде мотоцикл өтеді бірінші. Сосын барып ақ автокөлік, кейін жүк көлігі. В варианты бізде дұрыс. Все, жауап дұрыс, құрметті достар. Бүгін біз 38-де 40 жинадық. Почти бір ай кірген жоқпын мен бұл тест платформасына, но нәтиже өте керемет. 2-ақ балл жетпей қалды, 40 балға. Егер де осындай нәтижеге жеткілеріңіз келсе, осы сайтпен дайындалғыларыңыз келсе, мен WhatsApp номерді комментарияда қалдырып кетемін. Құрметті достар, қараңыздаршы, мен почти бір ай или 2 айма кірген жоқпын бұл тест платформасына. Уже менде нәтиже 38-де 40. Бұл тест платформасын жаттау өте оңай. Мен кіргеннің өзінде, осының алдында кіргеннің өзінде тек 1-2 рет апта сайын YouTube-ға видео салу үшін кірем. 1 рет кірем, 2 рет кірем аптасына, болды. Басқа кірмеймін. Нәтижені қараңыздар. Оңай жатталады және оңай тест тапсырасыздар. Ешқандай қиындатпаңыздар. Әркімнен андай тест сатып алып, қайдағы бір Телеграмнан сатып алмаңыздар. Және де тест платформасы бесплатно болады, осы сайттарда, Play Marketте, App Store'да. Ондайлармен уақыттарыңызды құртпаңыздар дайындалуға. Телеграммен дайындалуға болады, но настоящий кәдімгідей дұрыс сататын адамдардан Телеграмды сатып алыңыздар. Но ең дұрысы, ең абзалы осы сайтпен дайындалу. Егер де осы сайтты алам деушілер болса, менің комментарийға WhatsApp номерді қалдырып кетем. Және акциямен беріп жатырмын қазір. Бізде акция болып жатыр. Соған үлгеріп қалыңыздар. Ендеше сау болыңыздар. Келесі видеода көріскенше.